Hey guys, қазір біз сіздермен ағылшын тілінде сағат айтуды үйренеміз. Ағылшын тілінде сағат неше деп айтқан кезде, әрине what time is it или what's the time десеңіздер де болады, иә? Жауап берген кезде сөйлемнің басында it's деген конструкцияны қолдансаңыз болады. Мысалы, сағат 5 болатын болса, it's 5 o'clock болады, иә? It's 5 o'clock. Мына тұрған o'clock, яғни 00 деген сөз. Мысалы, сағат 10 болатын болса, it's 10 o'clock. Сағат 6, it's 6 o'clock и так далее. Ал енді көп оқушылар именно минутаға келген кезде шатасады. Оны қалай есептейсіздер? Қараңыздар. Егер минуталарыңыз 1 минута мен 30 минута аралығында болса, яғни мына бөлік болса, онда сіз уақыт айтқан кезде past сөзін қолданасыз. Past, яғни ол өтті немесе кетті деген сөз, өтті деп жаза берейік. Мысалы, сағат 2-ден 05 минута кетті. Ағылшын тілінде уақыт айтқан кезде біз обычно бірінші минутаны айтамыз. 5 минут сағаттың мына бөлігінде, міне мына жерде 5 минут. Значит, бізде 0 есептелінбейді, значит, айтасыздар 5. 5 бізде мына бөлікте тұрғандықтан past кетті деген сөзді қоясыздар. Нешеден? Сағат 2-ден. Сонда 2-ден 05 минут кетті деген кезде, онда 5 past 2 деп айтасыздар. Мысалы, сағат 3-тен 10 минут кетті. Сначала минута айтамыз. Минута міне 10 минут. Ол бізде міне мына жерде тұр, мына жағында тұр. Значит, айтасыздар 10 кетті past 3-тен. Яғни 10 минута кетті 3-тен дословно. Так, ары қарай, мысалға 4, 15. 15 ровно мына нүктеде тұр, 15 минут. Не істейміз? Бұның екі варианты бар. Можете былай айтуға 15 past 4, 15 кетті 4-тен. Но обычно американцы 15 деп айтпайды, оны quarter деп айтады. Quarter, тоже 15 деген сөз, Quarter past 4. Quarter past 4. Дословно 15 кетті 4-тен деген сөз. Ары қарай, сағат 5:20 болды. 20 минут әлі де мына нүктеде тұр. Значит, тағы да past. Айтасыздар 20 кетті 5-тен. 20 past 5 болады. Келесі мысалға 5, 25. 25 мына нүктеде тұр. Яғни ол жерде де past болады. 25 past 5. 25 кетті 5-тен болады. 6:30 мысалы, 30 ровно міне половинасына келдік. Значит, бұл жерде де past қолданасыздар. Бұл жерде екі вариант бар также. 30 бізде 30 past 6. Немесе ағылшын тіліне мына 30 деген сөзді біз обычно half деп өзгертеміз. Половина деген сөз, half past 6. Жарты кетті 6-дан болады. Міне біз сіздермен мына бөлікті үйрендік. Енді қараңыздар. Ағылшын тілінде егер минуталарыңыз 30 минуттан асып кетсе, мысалға 31 минута мен 59 минута аралығында болса, онда сіздер не қоясыздар? To ол бізде қалды деген сөз. Мысалға қазақ тілінде де айтамыз ғой, мысалға сағат 10-ға 15 минут қалды деген сияқты, біз соны есептейміз. Ал енді қараңыздар. Мысалға сағат 6:35 болды. 30 мына жерде, 35 уже сағаттың мына бөлігіне өтіп кетті, мына жартыға өтіп кетті. Значит, не істейсіздер? Кейбір енді мектеп оқушылары мына сағатты түсіне бермейді. Сондықтан егер сағат білмесеңіз, қалай есептейсіз? Міне 30, мына жерде 35 болады, Әр біреуінде 5 минуттан бар. Міне 5, 10, 15, 20, 25. Мына нүктеге дейін есептейсіздер. Сонда бізде 6-дан кейінгі сағат 7, 7-ге қанша минута қалды, соны есептейміз. 25 минут қалды, Қалды бізде 2 болады. Сонда 25 to 7 болады. Либо, егер мұнаны әлі де түсінбей жатсаңыздар, онда 1 сағатта бізде 60 минута, азайтамыз 35-ті, тең болады 25. Сонда 25 қалды 7-ге болады. Келесі, мысалға 7:40. Ал есептейміз. Қалай болады? 40 минутына жерде тұр. Ары қарай есептесеңіздер болады. Міне 5, 10, 15, 20. Болмаса 60-тан 40-та азайтамыз. Бізде тоже 20. Қалды. 7-ге болмайды, потому что 7-тен 40 минут өтіп кетті. 8-ге болады, 20 to 8 болады. Ал 8:45 есептейміз.
45 ровно мына жерде тұр. 5 минуттан аралығы 5, 10, 15. Немесе 60-тан 45 азайтамыз. 15, қалды 2, 8-ден кейінгі сағат бізде 9. Немесе мен бағана айтқам 15 деген сөзді бұл жерде де quarter деген сөзбен ауыстырсаңыздар болады. Quarter тоже 15. Quarter to 9. То есть 15 қалды 9-ға болады. Келесі 9, 50. 50 мына жерде тұр. Есептейміз 5, 10 минут қалды, я? Болмаса 60-тан 50-ді азайтамыз. 10 қалды 10-ға. 9-ға демейміз, потому что 9-дан 50 минут өтіп кетті. Так, 10, 55 дейік. 10, 55. Міне 55 мына нүктеге келді. Ар жағында 5 минут қалды. Значит, 5 қалды 11-ге. 10-ға болмайды. Ал енді ровно 11:00 деп айтқан кезде, мен басында айтқанмын, it's 5 o'clock деген сияқты қалай болады сонда? It's 11 o'clock. 00-ді o'clock деп айтасыздар. Міне сағатты дәл осы конструкциямен оңай үйреніп алсаңыздар болады. Келесі сабақта кездескенше, guys. See ya, be with us.